қысым көрсетіліп жатыр Маратқа. Марат айтып отыр, егер менің дейді осы былтырдан бері ұстаған аштықтарым ешқандай нәтиже бермесе дейді, мен өз-өзімді құрбандыққа қиям дейді. Мысалы, өзім бір қолымды шабам, болмаса аяғымды шабам, бір саусағымды дейді. Егер онда ешқандай нәтиже бермейтін болса дейді. Бүгін 21 мамыр 2025 жыл. Біз Алға Қазақстан партиясының мүшелері Степногорск қаласындағы 4-ші мекемеге келіп тұрмыз. Біздің қорғаушымыз Мержан Аппазұлы мен Алға Қазақстан партиясының қолдаушыларымен. Құрметті жолдастар, біз Алға Қазақстан партияның ұйымдастыру тобы бүгін Степногорск қаласына 4-ші мекемеге, Марат Жыланбаев жатқан мекемеге келдік. Қал жағдайын білуге адвокат кіріп кетті. Қазір қағаздарын реттеп жатыр. Содан кейін кіреді, енді біз күтеміз осы жерде. 18 сәуірдегі шыққан газет, тап газет. Сол емес пе, жаңағы намаз оқып жатып сен кімнен қорқасың деп сұраған? Иә. Әдейі көрсетіп қойып. Қазір кіргенде де өзінше бірдеңе сыбырлап отыр, білмеймін, аузынан жыбырлап сөйлеп отыр. Қысым көрсетіліп жатыр. Иә, қысым көрсетіліп жатыр Маратқа. Марат айтып отыр, егер менің дейді осы былтырдан бері ұстаған аштықтарым ешқандай нәтиже бермесе дейді, мен өз-өзімді құрбандыққа қиям дейді. Мысалы, өзім бір қолымды шабам, болмаса аяғымды шабам, бір саусағымды дейді. Егер онда ешқандай нәтиже бермейтін болса дейді. Құрбандықты қатты айтып жүреді. Енді бір өзім органыма осындай не көрсетіп дейді, жаңағыдай зақым келтірем дейді. Әрине, түрмедегі жағдайдың өзі мынау, оның үстіне қысым, азық-түлік әкелген азық-түлігін өзі бұзылып жатыр. Тамақтана алмай отыр. Денесі ісіген деген ол өте нашар. Өте нашар. Иә, сол бүйректің несі ғой деймін. Осы бүйрекке әсер еткен сияқты. Организм сбой беріп жатыр, конечно, надо Жаңағы любой момент оны отказать может. Сол басқа сіздерге енді өткенде өзім немде айттым, арыз жазып өткенде неге бардық прокуратураға. Сол қызметкер Залелов деген әлі істеп жатыр. Иә, көрдік мына жерде. Сол жаңа қайттан маған сол осы мен жазған қағаздарын бәріне тиісіп, оның бәрін суретке түсіріп, мынандай нагрудный значогына видео регистратор бар ғой. Соған мен жазғандарын бәрін соған түсіріп алды. Енді адвокатская тайна деген бар, адвокаттық құпия деген, соның бәріне маған келтіріп жатыр, зиян келтіріп жатыр. Заңды бұзып жатыр. Заңды өрескел бұзып жатыр, бұл айтқанда бар ғой. Енді мен айттым, жаңа қазір бастығына да кіріп соны айтсам, біреудің қалтасына қол сұғумен тең ғой ол. Өзінің жұмысын атқарып жатыр дейді. Жаңағы Оралбай деген кісі сөзге араласып, сол кісі жаңағы өзінің жұмысын атқарып жатыр. Сіз неге үйтесіз, бүйтесіз деп маған сондай мінез көрсетіп жатыр. Сіз наоборот кедергі келтіріп жатсыз дейді. Ол мен қалай кедергі келтірем олардың жұмысына, егер олар менің жұмысыма кедергі келтірмесе. Өйткені мен қағаздарымды ондай тексеруге, әрбір несін бетін, әрбір мен жазғанымды оқуға олардың ешқандай құқығы жоқ. Заңда нақты көрсетілген қылмыстық процессуалдық кодекс бар, атқару кодексі бар. Сол жерде барлығы көрсетілген, бірақ сонда да сол заңдардың талаптарын өрескел бұзып отыр. Бұл Залелов деген маған бастық айтты дейді, болды. Ал бастығы мынандай жаңағыдай. Ал енді жаңағы Мараттың жалбылары осы неден шыға алмай жатыр, колонияның ішіне. Ол сол жалбысын сізге беріп мүмкіншілік жоқ қой, жалбылар? Шығармаймыз дейді. Қазір міне бастығы да айтты, жаңағы арыз шағымдары болатын болса, бізге берсін, біз тапсырамыз дейді. А сізге берді? Маған болмайды дейді. Енді бұлар өздерінше бір заң шығарып отыр, білмеймін енді. Сол басқа айтарлықтай жаңалық жоқ. Сол отырған жері сол баяғы 3-ші камерада, ТИЗОда отопление біткесін дейді, жылу беру тоқтатты ғой. Осы апрель, сәуірде или мамырдың басында тоқтатты ма. Содан кейін жаңағы анау астында ДСП ғой, пол шығып кеткен. Пол сол одан бетер жаңағыдай
ылғалданып жаңағы неғыватыр дейді да бүйтіп ойнап тұр дейді. Сосын жаңағы асханаға қарама қарсы шұңқырды помой тастайтын. Жоқ, әлі бар дейді. Әлі тұр ма сол? Иә, әлі тұр дейді. Кішкене несі сырт жағы азайды дейді нелері, бірақ әлі сол бәрі сол баяғы қалпында. Ешқандай өзгеріс жоқ. Салмағы қатты кетіп қалған ба? Салмағы. Қазір енді ісінгеннен кейін Қазір ісінгеннен кейін білінбей Білмей тұр. ғой, ісіп Кетті ма, қалған кейін. кетпеді ма. Почки надо смотреть обязательно. Травы надо пить ему. Шөптарында ісікті қатар. Жақсы, рахмет. Басқа Сізге де сұрақтарыңыз рахмет, аға. болмаса сау болыңыздар.